Саламатсыздар ма достар, менің есімім Искакова Айгерім, Спанкулов заңгерлік компаниясының заңгерімін. Дәл қазір мен сіздерге WhatsApp арқылы кредиттік историяны қалай тексеру керек деген сұраққа жауап беретін боламын. Егер де біздің видеомыз сіздерге ұнап жатса, біздің YouTube каналымызға, Instagram парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Барлығымыз кредиттік история деген не екенін білеміз. Кредиттік история нашар болса, кредит берілмейтінін де білеміз. Бірақ кредиттік история нашар екенін банкке бармай, хабарласпай, WhatsApp арқылы 5 минутта біле алатындығыңызды көбісі білмейді. Банктер кредит беретін кезде сіздің кредиттік историяңызға қарайды, ал кредиттік историяның жақсы немесе жаман екеніне кредиттік рейтинг әсер етеді. Кредиттік рейтинг дегеніміз банктердің сіздің кредиттік историяңызға байланысты сізге қойған бағалары десек те қателеспейміз. Осы кредиттік рейтингіңізді білсеңіз, кредиттік историяның қандай жағдайда екенін білетін боласыз. Енді осы кредиттік рейтингті WhatsApp арқылы тексеру әдісін түсіндірейін. WhatsApp арқылы кредиттік рейтингті тексеру максимум 5 минут уақытыңызды алады. Ол үшін телефоныңызды қолыңызға алып 8-708-971-39-34 нөмірін телефонға сақтаңыз да WhatsApp-қа кіріп сол номерге жазыңыз. Бұл номердің арғы жағында бір адам отырып сізге жауап бермейді. Бұл робот. Сол үшін телефон номерді сақтағаннан кейін не жазам, қалай жазам деп қорқып отырмаңыз. Саламатсыз ба? Здравствуйте деп жаза беріңіз. Сізге автоматты түрде жауап қайтарады. Осы WhatsApp номер арқылы өзіңіздің кредиттік отчетыңызды, кредиттік историяңызды да өзгеріп жатыр ма, жоқ па сол туралы ақпаратты, кредиттік рейтингіңізді және де басқа да сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Бірақ бүгін біз кредиттік рейтинг туралы тақырып болған соң басқа тақырыпқа ауысып кетпейік. WhatsApp арқылы ботқа жазғаннан кейін сол бот сізге 0 санын басуыңызды сұрайды. 0 санын басқаннан кейін сізге осы бот арқылы WhatsApp-қа кредиттік рейтинг па, отчет па, не керек соны сізден сұрайды. Кредиттік рейтинг осы менюда 3 санымен бекітілген. 3 санын басамыз. Сосын бот сізден иніңізді сұрайды. Иніңізді жазып жібересіз. Кейін бот сізге кредиттік рейтингіңізді тексеру үшін 100 теңге төлеуіңізді сұрайды. Сонымен қатар сол 100 теңгені қалай төлеу керек, сол туралы ақпаратты көрсетеді. 100 теңгені баланс арқылы төлеген ыңғайлы. Төлем жасағаннан кейін телефоныңызға SMS код келеді. Сол SMS-ті WhatsApp-қа осы ботқа жазасыз. Сосын сіздің кредиттік рейтингіңіз дайын болып шығады. Кредиттік рейтинг дайын болғанда сол жерде сіздің рейтингіңіздің бағасы, сонымен қатар сіздің рейтингіңіз қандай категорияға жатады, сол туралы суреттер жіберілетін болады. Сол суреттерге тоқталсақ, жасыл сурет шықса, сіздің кредиттік рейтингіңіз керемет, яғни кредиттік историяңыз шынайы, жақсы деген сөз. Любой банктен сізге кредит беріледі. Сары түс шығатын болса, кредиттік рейтингіңіз төмендеу, яғни кредиттік историяңыз нашарлау дегенді білдіреді. Бірақ кредит ала аласыз, тек барлық банктерден емес. Сонымен қатар кредиттік рейтингіңізді тексеруге ин жазып жібергенде 100 теңге төле дегеннің орнына сіздің рейтингіңіз өте нашар деп шығуы мүмкін. Осындай кезде өкінішке орай банктерден кредит алуға тырысып та керек емес. Сізге кредит берілмейді. Міне, осылайша кредиттік историяңыз туралы ақпаратты тез әрі оңай алу жолын көрдіңіздер. Видеомыз сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Осымен видеомыз аяқталды. Егер осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.